бұл глэмпингтің бұл таудың етегіне орнатқан себебі өздеріңіз байқағандағыдай таза ауасы мен құнды бұл таудың етегі. Сосын табиғаты келіскен тамаша таудың бөктері демалуға ыңғайлы және демалған осы тұста демалғанымыз өзімізге ұнайды. Жалпы бұл жерге біз бір күнге достарымызбен демалуға келген болатынбыз. Сұңқар демалыс аймағына глэмпинг келген болатынбыз. Бұл жақта өзі жеке әр домиктар бар. Жаңағындай өте бір Сұңқар осы демалыс аймағы Шымкент қаласының төңірінде бір көлік тау демалыс аймағында орналасқан. Өте керемет жерде орналасқан. Сол себепті бүгін достарымызбен осы жақта демалу үстіндеміз. Бұл демалыс аймағы өте керемет, таза. Демалуға барлық жағдайлар жасалған, және де дәл осы жерден керемет таудың көрікті жерлерін көруге болады. Бүгін біз бір көлік тау бөктерінде достарымызбен демалуға келдік Сұңқар демалыс аймағына. Сұңқар демалыс аймағын Арман ағамыздың, яғни Қазақстанның белгілі ММА спортшысы, өзі іргетасын қалап, өзі қалаған, өзі ашқан. Осы жерді Арман ағамыздың историясынан көріп келіп отырмыз. Өте жақсы жер екен. Құдай қаласа алдағы уақытта мына жақта банялар соғылып жатыр. Әр глэмпингтердің өзінің жеке санузелдары және жеке кроваттары, өзінің санузелдары бәрі бар. Барлық жағдай жасалған. Таныстарымнан арқылы, достарым арқылы өте көп айтады. Әдемі жер, олар да өте қуанышты осы жерді тапқанына келгеніне. Сондықтан мен де келіп көрейін дедім. Өте тамаша. Жалпы бұл жерді негізі Инстаграм желісінен көрген болатынмын. Жалпы өзіміздің Қазақстанда белгілі бір спортшы Арман Оспанов ағамызды Инстаграмнан көргем. Және сол кісі өзі жаңағындай с нуля бастап жасағанында көрген болатынмын. Сол себепті де ол жаққа келуді жөн көрдік. Және достарымызбен ақылдаса ол жақты таңдадық. Таудың етегінде семьямызбен, отбасымызбен демалыста жүрміз. Мынау глэмпинг деген жақсы не екен. Біздің демалысқа өте қолайлы жер екен. Таудың етегінде таза ауада. Ерлер қауымына да бұл жерде өте кең демалу үшін барлық жағдайлар жасалған. Форель бар, балық аулау, және де ерлер қауымы өздері охотаға тауға шығып кете алады. Бұны Арман Оспанов деген ағамыздың ашқанын естідік. Содан келіп көрейік деп келгенбіз. Ұнады глэмпинг, жақсы. Ерекшеліктері таза ауада, әдемі жерде орналасқан. Демалысқа өте қолайлы екен. Өзіме қызық болды, сол жерді барып көріп, сол жерді тамашалауға келдік отбасымызбен.
Жалпы ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұл жақ өте жаңағыдай таза ауа, табиғаттың көрінісі, жаңағыдай адам өзінің тыныштығын осы жақта табады деген ойдамын. Себебі өте жақсы кадрлар жасай аласыздар, жаңағыдай табиғатта қар, күн деген сияқты барлығы да өте керемет. Вид деген сияқты таулардың арасында мысалы өте керемет көріністерге тамашалай аламыз. Сол себепті осы жақты таңдадық. Және де бір жағынан бүкіл жағдай жасалғандықтан, удобство қазіргі заман талабына сай удобстволар жасалған. Сол себепті де осы жақты таңдадық. Біз осындай керемет таудың аясында, табиғат аясында жабайы қазының етінен достарыма сорпа істегелі жатырмын. Отынға піскен тамақ өте дәмді болады. Бүгін демалысқа кеп, балалармен, достарымызбен кеп демалып, мынау Геймплинк деген жақсы бір дүниені Арман Оспанов бауырымыз шет елден алдыртып, біздің қонақжай елімізге осындай тамаша тарту етіп отыр, демалыс орын. Осы орынды достарымызбен өткіземіз, бұйыртса. Бізге берген сыйлық қой мына тау деген. Біз таудың етегін қоныстанып отырмыз. Бізге берген сыйлықты осындай Геймплинкпен, киіз үймен, осылай таза сумен, ауыз сумен. Мені өздеріңіз қазір сыртқа шыққанда байқайсыздар, таза тірі форель балықтарын алып кеп қойған. Қаласаң қармақпен аулап жеуге, ұстап қуырып жеуге болады. Сондай демалысқа арнайы лайықты қып, заманауи үлгіде бәрі жасалып жатыр. Арман бауырымызға рахмет. Келіп демалыңыздар осындай табиғат аясында. Күшті әсер, күшті сезім, энергияға толы болып қайтасыздар. Мен негізі өзім осындай таулы жерлерде керемет табиғат аясында тамақ пісіргенді, ерекше тамақ дайындаған жақсы көрем. Соның бірінде осыдан 3-4 ай бұрын бірінші рет осы Сұңқар глэмпингке келіп тамақ пісірген болатынбыз. Ол видеомыз жақсы көрілім жинап, мына жердің табиғаты көп адамдар ұнады.
Сондықтан да содан бері бұл жерге өте жиі келіп тұрам. Осымен 5-ші немесе 6-ші рет келіп тұрмын. Келген кезде бізге барлығы өте ыңғайлы бұл жердің. Өйткені біз басқа жерлерде бұндай удобство жоқ жерге баратын болсақ, өзімізбен бірге мангал, ошақ барлығын тасып бару керек болады. Оның бәрі бізге лишний проблема. Ал бұл жерге келсек, бұл жердің ошағы да бар, мангал да бар. Бір қызықтырғаны, әр кемпингтің алдында барбекю бар, дайындап қойған кәдімгі ерекше стильде бачокты бөліп әдемі қылып жасаған ерекше. Сол жерде дайындаймыз. Одан бөлек мангал керек болса, мангал осы жерден дайындаймыз. Костер бар, барлығы ыңғайлы жасалған. Сондықтан да осы жерге жиі келіп видео түсіріп тұрамыз. Бүгінгі мәзірге афганский казанда қуырдақ пісіру беріп тұрған екен. Соны дайындап, қозының етімен картошка жасап, керемет кешкі ас болғалы тұр. Соны қазір дайындап жатырмыз. Оның өз дайындалуының өзі керемет, өзінің ауасында пісетін, жұмсақ болып, тіпті сүйегін жеп қоя беретін тамақ болайын деп тұр бүгін. Оның өзін кәдімгі газда емес, чтобы природада әдемі шығу үшін костер жағып, костердің үстіне темірмен қойып, кәдімгі оттың үстіне пісіріп жатырмыз, таза отта. Мына жерде процесс бізде сақси баня соғып отырық. Енді әр нәрсенің өзің қолмен істеген жақсы ғой. Мен өзім сондайға любителім. Сам своими руками сделать, да? Вот как бы технологиясын бәрін білеміз, инструкциясын бәрін білеміз, сұрадық жігіттерден. Енді соны жайменде бауырларымыздан жай өзіміздің қолмен істеп көріп отырық. Ертең соның ішінде өзіміз пара қабылдаймыз, сөрде түсеміз баняға, сосын көрінеді. Әр нәрсені өз қолымен істеген әдемі ғой, керемет. Қуан қарам, мына жерде бізде ит мұрынды шиповники тоже растет, видишь? Шиповниктер әдемі. Самый раз қазір сезон. Мына бір 2 апта көлемінде бітірсек, Құдай қаласа 10-15 адамдық сақси баня болады. Кезінде бабаларымыз түріктер сол сақси баняда шомылған. Содан кейін банядан шығып, мынау таудың суы дейді ғой, таудың суына түскен. Мына жерде мықты біздің бұлақтың таудың суы бар. Қысы жазы осы жерде таудан келетін су соған түсіп, өзін восстановление дейді, өзін қалыпқа келтірген. Шапшан және жирек, сосын осы тауда тамақтанып, таза ауасын жұтып, ары қарай жауға шапқан. Біздің спортшыларға, біздің тұрақты адамдарға және үлкен кісілерге керек дүние деп ойлаймын. Құдай қаласа көресіздер, мінекей процесс болып жатыр. Алла қаласа сақ банясы. Мынау Арман бауырымыз үлкен тірлік істеп жатырмын. Аллаға шүкір, осындай нәрселерді істеп, мынау елге қызмет, халыққа қызмет әйтеуір тіршілігі. Не дейміз, мынау айтыр осы Арман бауырымыз звондап,
осындай тірліктер бар еді, осындай жұмыстар бар еді деп. Сварышын жұмыстары ғой, осы сварка дәнекерлеу жұмыстарының айналысып отыр. Осында баняның ішіндегі от жағатын жері, оның таса, оның ішінде жылайтыны, ішінде пар келіп демалуға болады. Рахат, енді сақ банясы. Алдында тұрғаны ол астында отты былай бөлек алады. Бұда бір несі оты бөлек салына береді. Ішінде от жанады, жанғаннан кейін жағып болған тасын бәрі қызып болғаннан кейін тас болды, қызып болды дегеннен кейін отты бөлек ішінде несімен алып бөлек қойып қояды да, от тастың қызуымен ғана парц етеді, болды. Бұның сол өзгешілігі, обычный панелардан қарағанда, бұның өзгешілігі сондай да, от іште тұрмайды. От сыртта тұрады, қыздырып болғаннан кейін тастың қызуымен ғана парц етеді. Бұл жерге бірінші рет емес, 5-6 рет келіп жатырмын. Маған өте ерекше ұнайды бұл жердің. Біріншіден, бұндай глэмпинг біздің Шымкентте бірінші болып ашылды. Бұл ерекше дизайн, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жердің кәдімгі немесе біз осы бір көліктің жанындағы коттедждерде демалатындығымыз, алдындары кәдімгі күнделікті көріп жүрген коттедждер, бірақ та мына жерге келсеңіз, бөлек чувство, өзіңіз ерекше сезінесіз. Тем более мына жер бір көлік тауының ең биік жері. Бұдан ары қарай ештеңе салынбайды уже. Таудың да көрініс керемет, осы жерден қарасаңыздар, бұлай қарай бүткіл тау әдемі көрінеді. Біздің табиғатымыз шетелден кем емес, қай жағынан алып қараса да. Қызмет көрсетулері жоғарғы деңгейде, және де дәл осы үйлерден таудың кереметтілігі өте тамаша көрінеді. Сондықтан мен осы жерді барлық адамдарға ұсынар едім. Басқа жерге бармау себебім, өйткені бұл таудың дәл астында, яғни қалай айтсам болады, панорамный табиғаты өте таза, салқын, қар десең қар, күн түседі, күн шуағы өте керемет түседі, таудың ең биік нүктесі болғандықтан. Басқаларға, конечно, ұсынамын, себебі бұл жақта жағдайға қазір көбісі демалатын жерде жағдайына жаңағындай бүкіл нәрселер бар ма жоқ па соған қарайды ғой, және де көрініске деген сияқты. Бұл жақта көрінісіне айтатын жаңағындай артық кем сөз жоқ, барлығы да өте керемет. Және де удобствосы келетін болсақ, бір глэмпингтің ішінде адам семьясымен келсе де, достарымен келсе де өте жағдайдың бары жасалған, жаңағындай уборный десек те, кухня, мини кухня барлығы да жасалған жағдайлары, сол себепті де барлығына ұсынам. Глэмпингпен осылай демалған дұрыс деп ойлайтын едім. Неге десеңіздер, табиғат аясында демалған өте керемет.
Әрине мұны ұсынбасқа болмайды. Мен кеше ғана историяма салған едім, уже көптеген достарым барлығы сұрап жатыр, қай жақта не деген сияқты. Өйткені бұл жақта видео әдемі. Маған ең бастысы бұл жерде ұнағаны барлығы өте таза, қызмет көрсету деңгейі жоғары, барлық нәрсе уақытында келеді. Демалам деп келген адамға барлық жағдай жасалған. Сұңқар Глампинг, келіңіздер. Жақсы демалыс сіздер үшін ұсынады. Міндетті түрде ұсынам, келіп, әрқайсыңыз демалып, өздеріңізге ерекше сезім алып кетіңіздер. Тауға жалпы адам келсе, ойы да жақсы жұмсайды, миы бір демалып, жаңа идеялар туындайды. Осы жерге келгеннің өзінде бізге бір керемет идея келді. Осыдан қанша бір ай бұрын келген кезімізде Арман ағамыздың інісі бар, Аман дейтін кісі, сол кісімен бірге 2 метр шашлык пісіріп, керемет видео шығарғанбыз. Сол жерде де бір идея келіп, Құдай қаласа көктемде рекорд жаңартайын деп жатырмық. Гиннесқа кірейін деп жатырмық, Құдай қаласа.